Шындығында робототехника тарихы ежелгі дәуірден бастау алады. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін пайда болды. Оны ежелгі грек математика Архит құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. Механикалық робот бала үстел басында орындыққа отырып, параққа әртүрлі сөзді жаза алатын болған. Сонымен бірге ол адам сияқты сөздерді үзіліспен жаза отырып, сия құтысына қаламды мұқият батырып, хаттың мәтінін түсініп отырғандай басын шайқап қойып жазады. Жазуды аяқтағаннан кейін бала сияны кептіру үшін параққа құм себеді. Содан кейін оны сілкейді. Бұл робот баланы жасаған француз сағат жасаушысы Пьер Жаке Дро. Кейінірек оның ұлы Анри Дро әкесінің жұмысын жалғастырады. Ол механизмді андроидтар деп атады. Бұл сол заманның тамаша жетістігі болып саналды. Толығымен автономды роботтар 20 ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ең бірінші цифрлық басқаруы бар программаланатын робот Юнимид болған. Ол балқыту машинасынан ыстық темір бөлшектерді алып жинайтын робот болған. 20 ғасырға дейін фантастика деп саналған барлық қиялдар орындалып, адам қашықтыққа қарамай ақпарат алуды, жіберуді, жаяу жүрмеуді, аспанда ұшуды, тағы басқаларды үйрене бастады. Осылай технологиялық жетістіктер жылдан жылға арта берді. Робот пен техниканың байланысы артып, бөлек бір сала ғылымға айналды. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робототехника, электроника, механика, информатика, радиотехника және электротехника салаларына сүйенеді. Бүгінгі таңда робототехника тез дамып келе жатқан үлкен сала және жылдан жылға бізді таңғалдыруда. Әсіресе коммерциялық және өнеркәсіптік роботтар кеңінен тараған. Роботтар құрастыру, жинақтау, жеткізу, жердегі және ғарыштағы зерттеулер үшін медициналық оталар, зертханалық жұмыстар, қауіпсіздік, тағы басқа үшін кеңінен қолданылады. Ол роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмысты мұқият орындайды.